Қызғаншақ қоян. Бір күні таң атпас бұрын көңілді қоян әнін салып жайбарақат үйіне қарай келе жатыр еді. Кенеттен қоян жолдың жағасынан сәбіз тауып алады. Қоян қуанып кетіп: «Ой, қандай сәтті күн! Мен осы сәбізді көптен армандап жүредім. Алдымнан тап-ете шықты», деп ойлайды. Дегенмен қоян бақытты болып, сәбізін құшақтап, үйіне қарай жол тартады. Қоян үйінің маңайына жақындаған кезде, жолдың жанындағы көлден тағы бір қоянды көреді. Ол қоянның қолында да сәбізі бар екен. «Мына қоянда да менікі сияқты сәбіз бар екен. Оның сәбізі менікінен де үлкен көрінеді. Және оның сәбізі тәттірек сияқты. Ех, қандай бақытсыз қоян екенмін мен», деп ойлайды ол. Қоянның іші қызғаныштан өртене бастайды да, жанындағы көлдегі қоянға: «Әй қоян, сәбіздерімізді ауыстырайықшы. Сен менің сәбізімді ал мен сенің сәбізіңді алайын», деп айқайлайды. Бірақ екінші қоян үндемейді. Өзі тәкаппар қоян екен, деп қоян ашуланып, ызаланып, суға сәбізімен бірге ілініп, тәп етіп секіре кетеді. Қоянның қолындағы сәбізі су астына батып кетеді. Қоян судан жүзіп жағаға шығады да, үсті басы су болып, сәбізінен айырылып жылай бастайды. «Құр, не деген ақымақ болдым. Ол менің судағы көлеңкем екен ғой. Беймаза сәбізімнен айырылдым. Ех, енді бұдан былай өз заттарыма қанағат етемін. Қолдағы барыма риза боламын», деп өкінеді. Қоян жылап, бұл оқиғаның өзіне сабақ болғанын түсініп, енді үйіне қарай қайтадан көңіл көтеріп, әнін салып қайтады.